السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, құрметті ағалар, бауырлар, апа, қарындастар, ең бірінші әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға шексіз мақтау айтайық. Екіншіден, сүйікті дардақты болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтайық. Бүгін қасиетті Ашура күні. Сондықтан да кім ораза ұстап жатқан болса, оразалар қабыл болсын иншалла. Кім енді ұстай алмай қалған болса, иншалла ораза ұстаған кісілермен бірге дұға етсін. Иншалла Алла Тағала естуші, көруші. Өйткені Ашура күні ораза ұстау парыз емес, важib емес, бірақ неге жатады ол? Сүннет амалына жатады. Істесең жақсы болады, істемесең не болмайды? Күнә болмайды. Бірақ Ашураны әрине адам баласы есінен шығармау керек. Қай күнге сәйкес келсе де, біз Ашура күні ораза ұстауға тырысу керек иншалла. Сондықтан да бүгін кім ұстап ораза ұстап жатқан болса, ертең жалғастырсын, жақсы болады, абзал болады. Егер біреу кеше ораза ұстаған болса, ондай болса бүгінмен аяқтасын, өз еркі болып табылады. 2 күн ұстайсың ба, 3 күн ұстайсың ба, өз еркің болып табылады. Бірақ 2 күндің де 3 күннің ішінде міндетті түрде осы Ашура 10-шы Мухаррам ішінде болу керек иншалла. Сондықтан да кім ораза ұстап жатқан болса, Алла Тағала оразаларын қабыл етсін. Кешке таман Құдай қаласа біздер ақ мешітте кішкене аузашар береміз, ораза ұстағандарды шақырамыз. Енді бүгінгі біздің иншалла жұмадағы кездесуіміз, уағызымыздың тақырыбы тіл кесапаттары деген. Яғни тілдің пайдасы, тілдің зияны. Алла Тағала, сіздер білесіздер, адам баласына барлық нәрсені жаратты. Аспандағы, жердегі және біздің 12 мүшеміз біз үшін қажет, біз үшін керек. Біз үшін ол не? Бұл айтқанда біз 12 мүшеге мұқтажбыз. Егер 12 мүшенің біреуі болмайтын болса, Құдай сақтасын, біз кім боламыз? Бұл айтқанда бір инвалид боламыз, мүгедек боламыз. Неге? Өйткені бір мүшең жетіспейді. Сондықтан да Алла Тағала бұл дүниеге бізді жаратқан кезде 12 мүшемізді сау етіп жаратқанды сұраймыз. Бала дүниеге келіп жатқан кезде біз не дейміз? Дені сау болсын деп сұраймыз. Неге? Өйткені мысалы егер көзі көрмей қалса, Құдай сақтасын, аузы билля, немесе Алла Тағала әрине біреулерге сондай бір сынақ береді, жүре алмай қалады, немесе бір іш құрылысы болмай қалады, немесе басқа бір болмай қалады. Сондықтан да қандай 12 мүшенің бәрі біз үшін маңызды, бәрі біз үшін не? Керекті. Адам баласы айтуға болмайды. Маған мынаны алай берсең болады, тек қана мына мүшемді алма деген сияқты. Сондықтан да адамның құлағы естпесе, саңырау болып қалады, Құдай сақтасын. Не айтып, не қойғанын түсінбей отырады, Құдай сақтасын. 2 көзің көрмесе, құлағың естесе, ол да немене? Бір кемшілік, өйткені көре алмайсың. Не болып жатыр, не нәрсе өзгеріп жатыр, түсті ажырата алмайсың, Құдай сақтасын. Ол да Құдайдың берген бір бейнеті. Дәл сондай адам баласының тілдің қасиеттілігі. Тілді Алла не үшін берді? Тілді Алла Тағаланың бұл айтқанда әрбір дененің мүшесінің өзінің несі бар? Функциясы бар. Өзінің атқаратын несі бар? Міндеті бар. Сондықтан да Алла Тағала осы 12 мүшені жай жаратқан жоқ. 12 мүшеге Алла Тағала не қылды? Бізге бағындырып берді 12 мүшені. Қолды да, аяқты да, көзді да, құлақты да, субханалла, асқазанды да бәрін не қылып берді? Саған бізге бағындырып берді. Сен қай бағытқа алып кетесің? Өз еркің болып табылады. Тіл, осы 12 мүшенің ішінде тіл өте маңызды. Естеріңізден шығармаңыздар. Тіл өте маңызды. Неге? Өйткені ғалымдар не дейді? Сіздер білесіздер, естігенсіздер. 10 күнәнің 9-ы неден дейді? Тілден дейді. Адам баласы тіл, сайрап жатқан тіліміз, басылмайтын бір тіліміз. Сондықтан да біз қай жерде болмай, қандай жағдайдан кездестірмейік, біз ең бірінші құрметті жамағат тілімізді сақтауға, тілімізді қорғауға тырысайық, әрекет етейік. Неге? Өйткені мына пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисі бар. Ида асбаха ибн адам фа иннал ада куллаха
не дейді? Tukaffiru lisan fa naqulu ittaqillaha fa inna fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna va in i'wajajta i'wajajna дейді. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады, адам баласы таң сәріде ұйқыдан тұрғанда дейді, оның дене мүшелері тіліне өздерінің бағыныштыларын білдіріп, яғни бағынышты болатын тәуелді, тілден тәуелді екендігін білдіріп, не қылады деп айтады дейді, былай деп айтады: біз үшін Алладан қорық, өйткені біз саған тәуелдіміз. Егер сен тұрақтылық ұстансаң, онда біз де түзу боламыз. Ал егер сен қисайсаң, онда біз де қисайып кетеміз деген екен дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның хадисі. Сондықтан да құрметті жамағат, адам баласының ең бірінші түсінер нәрсесі әрине тіліңді сақта, тіліңді қорға, тіліңе не қыл, былай айтқанда әрқашан әр кезде жауап бер. Енді Алла тағала Құран кәрімде бізге осы дұрыс айту үшін, тілді реттеу үшін бізге Алла бір аятында не деді? Я юхалладина амануттақуллаха ва қулу қаулан садида деді. О иман келтірген адамдар, ең бірінші не қылыңдар деді? Құдайдан қорқыңдар деді. Құдайдан қорқыңдар деді. Құдайдан қорқ. Ең бірінші адам баласы заңдан емес, ең бірінші кімден қорқады? Құдайдан қорқады. Заңға бағынады, тәртіпті орындайды. Неге? Өйткені олған өміріне Құдайдан қорқу ақырет үшін, осы үшін пайдалы. Заңды мойындау, тәртіпті орындау осы дүниенің қажеті болып саналады. Өйткені біз қазіргі уақытта заңға бағынбасаң, тәртіпті орындамасаң, онда не болып кетеді өмірің? Быт-шыт болып кетеді. Орманда өмір сүргендей боласың. Сондықтан да Алла тағала не дейді? Ең бірінші әрқашан әр кезде Алладан қорқыңдар дейді. Алладан қорқыңдар. Сосын екінші не дейді? Вақулу қаулан садида дейді. Сосын дұрыс сөзді айтыңдар дейді. Дұрыс сөзді айтыңдар дейді. Шындықты айтыңдар дейді. Басқаша айтқан кезде. Осы қазір осыны айтсаң, дұрыс сөзді айтыңдар, шындықты айтыңдар десең, қазір шығады. Неше түрлі сымақтар шығады. Сендер ананы айтпайсыңдар, мынаны айтасыңдар, нені үйтпейсіңдер, неге сөйтпейсіңдер. Құдай сақтасын, құрметті жамағат. Иә, дұрыс жолды, дұрыс нәрсені айту керек. Бірақ дұрыс нәрсені айтқан кезде, әрине өзіңнің қолыңнан келмейтін нәрсені сен не қылмауың керек, мойныңа алмауың керек. Өйткені Алла тағала көруші, Алла тағала білуші. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тілге өте қатты көңіл бөлді. Міне хадис. Екінші хадисінде не дейді? Ал-муслим ман салим ал-муслимуна мин лисанихи ва ядихи дейді. Нағыз мұсылман кім дейді? Нағыз мұсылман басқа адамдарға, бір хадисінде, екінші хадисінде басқа мұсылмандарға тілі мен қолы мен зиян бермейтін адам дейді. Мұсылман дейді. Міне. Яғни сен басқа біреуге ұлтына қарамайсың, дініне қарамайсың, затына қарамайсың, сен не қылмайсың, оған зиян бермейсің. Тіліңмен болса, не былай айтқанда қолыңмен болса да. Неге? Өйткені сен білесің, бәрі Алла тағала көруші, Алла тағала білуші. Сен айтпайсың. Ол мысалы байларға қасында жүгіріп, кедейлердің не былай айтқанда жамандап, оларға зиян беру, бұл Құдай сақтасын, ақымақшылықтың белгісі болып табылады. Сондықтан да нағыз болған мұсылман әрқашан әр кезде не қылады? Былай айтқанда дұғасын жасап, Құдайдан жақсылықты сұрап отырады. Енді мұсылмандық әдеттің санасына келген ой, ауыздан сөз болып шықпас бұрын жүрек пен ақылдың сүзгісінен өтуі қажет дейді. Халқымыздың сөзінде сөз қадірі өз қадірің дейді. Яғни бір нәрсені айтпастан бұрын адам баласы ойлан. Сондықтан да бізде шариғатта бар. Ашуланып тұрып, біреуге не қылма дейді? Уәде берме дейді. Ене болмаса, ашуланып тұрып біреуге үкім шығарма дейді. Қуанып тұрып біреуге уәде берме дейді. Адам баласы ашуланып тұрған кезде не қылады? Тілінен жаман сөздер шығып кетуі мүмкін. Сен анаусың, сен мынаусың, боқтайды ма келіп, Құдай сақтасын. Сол кезде мұсылман не қылу керек? Тіліне сақ болу керек. Тіліне сақ болу үшін адам баласы не қылу керек? Мынаны реттеу керек. Ал мынаны реттеу үшін мынаны реттеу керек. Міне сол кезде егер мынау екеуі бір-біріне қосылса, ондай болса тілді не қылады? Жылқының басын божымен тартқан сияқты сен не қыласың? Тіліңді ұстайсың. Ал егер сен мынаумен ойланбасаң,
мынаған салыстырмасаң, ондай болса аузыңдан қалаған нәрсең шыға береді, Құдай сақтасын. Сондықтан да ғалымдар не дейді? Ашуланып тұрып, үкім шығарма дейді. Біреу сені ренжітті, біреу сені қапа етті, біреу сені лақтырып кетті. Не дейсің? Құдай жазасын берсінші дедің. Құдай сақтасын, аузы біл. Не болмаса сен оған не айтасың? Лағнат болсын дейсің. Құдай сақтасын. О не болады? Ең жаман нәрсе болып табылады. Өйткені сен неде тұрсың? Сен эмоцияда тұрсың. Эмоцияда тұрған кезде шайтан не қылады? Жаман ойды тастайды. Жаман ойды тастады ма, тіліңден сол ойланған нәрсең тіліңден атып шығады. Құдай сақтасын. Сондықтан да біз адам баласы, мұсылман, қазақ адам баласы ең бірінші бір нәрсе айтпастан бұрын не қыл? Сен ойлануың керек. Сондықтан да сенің қадірің немен белгіленеді? Сөз қадірі, өз қадірің дейді. Сондықтан да адам баласы өте сақ болу керек. Енді Шәкәрім Құдайбердіұлының әдемі айтқан сөзі бар, құрметті жамағат. Философский айтқан, логический айтқан сөзі. Не деп айтады бір сөзінде? Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады дейді. Әдетің мінезіңе айналады дейді. Ал мінезің не дейді? Сенің тағдырың дейді. Міне. Егер сен дейді тіліңде, бұл ғалымның айтқаны, Шәкәрім атамыздың айтқаны, егер тіліңді түзейтін болсаң, әдетіңе айналып кетеді. Мысалы, біреу бар, отырса шешең деп отыра береді, әкең деп отыра береді. Ол не дейді? Ол айтады? Это моя привычка дейді. Ол мен әдетім дейді, не могу дейді. Почему не можешь? Ты сможешь. Егер сен не қылсаң, тіліңе, өзіңе бағындырсаң тіліңді. Егер тіліңді сол ш деген кезде сен субханалла деп айтатын болсаң, нормально болады. Егер а деген сөзде алхамдулилля деп айтсаң, алхамдулилля бәрі жақсы болады. А сені кім соған итеріп жатыр? Ш деген сөзді айтуға, немесе үш әріпті айтуға кім сені итеріп отыр? Нәпсің итеріп отыр. Ойың итеріп отыр. Жаман ойың итеріп отыр. Демек, сол жаман ойың, нәпсіңді сен не қылдың? Сыртқа шығардың, Құдай сақтасын. Сондықтан да бұл жерде Шәкәрім атамыздың айтқаны, ең бірінші адам баласы тілін жөндесін дейді. Бұл әдетіңе айналады дейді. Ал әдетің ол мінезің дейді. Ал мінезің ол немене? Сенің тағдырың. Яғни сен қандай мінезді боласың, сен сондай жұмыс істейсің. Біреу бар шошқа мінезді, ұнамайсың. Бұл айтқанда немене? Барлық нәрсе бар, жақпайды. Оған аз. Құдай сақтасын. Оның мінезі сондай. Неге? Өйткені оның аузына ие бола алмайды. Аузына ие бола алмады, ол мына жағына ие бола алмайды. Құдай сақтасын. Или болмаса мына жағына ие болмады ма, аузына ие бола алмайды. Ал бұның бәрі не қылады? Оның мінезінің жаман болуына алып барады осы барлық нәрсе. Қазір біреуге айтсаң, бізде қазір бәрі ақылдылар, қазір умнилар. Ешкім ақылсыз жоқ, субханалла. Бәрі ақылды. Бәрі әйтеуір біреу анау, біреу мынау. Интернетке отырсаң, субханалла, каждый ақыл үйретеді. Сен сол ақыл бермесінен бұрын айналайын. Біздің ислам дінінде ең бірінші соны өзің орында. Өзің орында. Сен өзіңден оны өткіз. Сол кезде сен айталасың, субханалла. Міне сол кезде ақыл айтсаң, сол кезде әсері болады. Не үшін Абайдың, Шәкәрімдің, Мәшһүр Жүсіптің кітаптары қалды, сөздері әсерлі? Не үшін? Өйткені олар ол нәрсені өздері айтпастан бұрын, өздері не қылды? Оны орындады. Соны орындады. Сондықтан орындаған соң, олардың сөздері не болып отыр? Әсерлі болып отыр. Ал егер ол орындамағанда, ондай әсері не болмаушы еді? Ондай әсер болмаушы еді, Құдай сақтасын. Сондықтан да, міне Шәкәрімнің айтқан сөзі, сөзің, әдетің, мінезің, тағдырың өз қолыңда, субханалла. Өз қолыңда. Сен ақсақалсың ба, жассың ба, кәрісің ба, тілге без разницы. Ана біреулер, мен ақсақал дейді, мен солай сөйлей берем дейді. Какая разница? Сен ақсақалсың ба, сен үлгі болуың керек. Сен өнеге көрсетуің керек. Жастарға артыңнан ерткізуің керек. А сен қандай ақсақалсың? Не сақалың жоқ? Субханалла. Ана немене? Оң қолыңда водка тұрады, сол қолыңда карта тұрады. Сосын біреудерді өсектейсің, ғайбаттайсың, жамандайсың. Сосын айтасың, неге жастар мені тыңдамайды дейсің. Бауырым, сотканы қоя саш, бауырым. Бауырым, сотку поставь, да? Ладно, слушай меня. Мы говорим проповедь. Не нравится проповедь, я всегда говорю. Я придерживаюсь толерантного отношения. Пожалуйста, можете выйти,
Замечайте, пожалуйста, разговариваешь, сотку смотришь, аузубаля, клевета, оскорбление, сверокословие, это твое право. Но когда говорится проповедь на казахском языке, на русском языке, на арабском языке, попрошу слушать, субханаллах. Это обязанность каждого мусульманина. Потому что проповедь говорится в неделю один раз, 30 минут. 30 минут и не больше. Когда ты говоришь 35 минут, уже джамагат становится. Почему? Время, субханаллах. Время. У меня там прижимает время, субханаллах. 20 минут скажешь, говорят, субханаллах, нормально проповедь не говорят. Очень коротко говорят, 20 минут, ничего не понял, что говорит. Сонтанда, убедительная просьба, русскоязычный, казахскоязычный, без разницы, субханаллах, нужно слушать проповедь. Убедительная просьба. Демек, құрметті жамағат, енді тілімізді не нәрселерден біздер сақтауымыз керек? Не нәрселерге біздер көңіл аударуымыз керек? Ең бірінші ғалымдар не дейді? Тілді сақтаған кезде ең бірінші ғайбат сөзден сақтау керек. Бізде ғайбат сөз бар, сосын немене, былай айтқанда өсек тарату бар. Араб не? Кейбір тілдерде екеуі бірге келеді. Өсек тарату мен ғайбат ету дейді. Сонда ғайбат ету деген мағынасы не шариғатта? Сіздер білесіздер, адамдар арасындағы достық, адалдық және туыстық сезімдерін тас талқан етіп, оның орнына алауыздық пен дұшпандықты жүзеге шығаратын ең жаман тіл кесапатының бірі ғайбат айту дейді. Алла Тағала Құран кәрімде не деді? وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ дейді. Алла Тағала әмір береді. Валя яхтаб басында айтады. Я юхалладин аману деп келтіреді. Бір-бірлеріңе не? Анау бір-бірлеріңді аңдымаңдар, бір-бірлеріңді жамандық істемейді. Соның арасында не? Бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар дейді. Не үшін? Араларындағы біреу бауырының өлі етін жегенді ұнатама дейді. Ешкім біреудің етін, тем более бауырыңның етін сен не қылмайсың, ешқашан жемейсің. Құдай сақтасын. Алла Тағала ғайбат айту сөзін неге теңдестіріп жатыр? Бұл айтқанда етті жегенмен бір дейді, бауырыңды, тірі дейді. Сондықтан да адам баласы ең бірінші тілдің кесепеті, тілдің зияны бұл ғайбат айту. Құдай сақтасын. Әйелдер болсын, еркектер болсын, құрметті жамағат, без разницы. Адам ой көреді, әйелдер айтады дейді. Сонда сен мен еркектер санда ғайбат айтпай ма? Қазір еркектердің оны озып кетеді қазір әйелдердің, кейбір уақытта ғайбат айтқан кезде. Жақ-жағына тигізбей айтады, Құдай сақтасын. Ең бірінші кім болсын сол бол, жас боласың ба, қария боласың ба, еркексің ба, әйелсің ба, ең бірінші ғайбат айту сөзден аулақ бол. Біреудің ақысын жеме, біреудің етін жеме, Құдай сақтасын. Мына бірде дейді Ибрахим ибн Адхам деген үлкен ғұлама кісі болған әулие, үйіне қонақ шақырыпты дейді. Қонақтар дастарханның төңіріне отырып, біреуді жамандай бастады дейді. Қонақтар жамандап алып кетті дейді. Сол кезде Ибрахим ибн Адхам дейді, оларға қарап былай деп айтты дейді. Бұрынғы адамдар ет жеуден алдын ала нан жейтін еді дейді. Ал сендер дейді, нан жеуден бұрын ет жеп отырсыңдар деп айтқан екен дейді. Яғни бұл ғалымда не осы аятқа сүйене тұрып, субханалла, адамды неден қайтарып жатыр? Ғайбат етуден қайтарып жатыр. Яғни көрген жоқсың ба, білмейсің ба, араласпа. Шаруаң болмасын. Алла Тағала көріп тұр. Алла Тағала өзі жазасын береді, сен жаза беруші емессің. Алла Тағала ол білді ме? Ол білді. Көрді ме? Көрді. Алла Тағала естуші, көруші, білуші. Алладан не болмайсың сен? Ғайып болмайсың. Сүйікті ардақты болған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисінде не дейді? Миғраж түні дейді, көкке көтерілгенінде дейді, мен бір топ адамдардың алдынан өттім дейді. Олардың тырнақтары мыстан болып, өз көкіректері мен жүректерін тырнап жатқанын көрдім дейді. Сонда мен Жебрейл алейхиссаламдан бұлар кімдер деп сұрадым дейді. Олар, Жебрейл алейхиссалам айтты, бұлар адамдардың етін жегендер деп ғайбат айтқандар, және олардың абыройын төгуде әдетке айналдырғандар деп айтқан екен. Міне, яғни қиямет күніде қолың, Құдай сақтасын, тырнақтарың неден болады? Мыстан болады да, қай жеріңді тырнайсың? Көкірегіңді, жүрегіңді тырнап отырасың, Құдай сақтасын. Неге? Өйткені сен осы дүниеде ғайбатты тоқтатқан жоқсың, ғайбаттан Құдайдан кешірім сұраған жоқсың, ғайбатты айтып жүрдің. Самый жаманы ғайбатты неге айналдырдың? Әдетке айналдырдың. Моя привычка деген сияқты.
Енді екінші біздер сақ болатын нәрсеміз бұл жала жабу. Жала жабу. Жала жабу дегенді адамның сыртынан оның ар намысы мен қадірі қасиетіне нұқсан келтіретін, абыройын түсіретін жалған мәлімет таратуды айтамыз дейді. Яғни жалған сөздерді ол кісі адам туралы сен не қыласың? Таратасың. Ғайбатта сен не қыласың? Ғиба деген сөзінде былай айтқанда араларына от тастайсың. Былай айтқанда ол адамның былай айтқанда беделін түсіресің. Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Валлазина ю'тунал муъминина вал муъминати биғайри ма иктасабу ю'зуна вал муъминина вал муъминати биғайри ма иктасабу фақат ихтамалу бұхтанан ва исман азима дейді. Момын еркектер мен момын әйелдерді бойында жоқ нәрсемен ренжіткендер анық сол жаланы және үлкен күнәні өз мойындарына артқан болып есептеледі дейді. Саған айтады, онда бар, субханалла, бірақ сенде ондай мінез де жоқ, ондай әдет те жоқ, ондай жағдай да жоқ. Бірақ сен туралы айтады. Ешқандай дәлел жоқ, Құдай сақтасын. Ешқандай бір нәрсе жоқ, сен не қыласың? Ғайбаттап айтасың. Енді ғалымдарымыз жала жабудың күнәсі ғайбаттан да ауыр екендігін айтқан дейді. Себебі ғайбат айтқанда адамның сыртынан оның бойында бар нәрсе айтылады. Ал жала жабуда адамның сыртынан істемеген ісін істеді, айтпаған сөзін айтты деп жалған қосылып айтылады дейді. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламдан сұрайды. Ғайбаттың не? Пайғамбарымыз сахабалардан сұрады. Ғайбаттың не екенін білесіңдер ме дейді. Сонда сахабалар не дейді? Оны Алла және елшісі біледі дейді. Жақсырақ біледі деп айтады. Сонда ардақты болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғайбат бауырыңды оның ұнатпайтын нәрсесімен еске алуың деді. Сонда біреу егер айтып жатқаның бауырының бойынан табылсашы деп сұрады дейді. Сонда Алла елшісі егер айтқаның оның бойынан табылса ғайбаттағаның демек. Ал егер бойында болмаса онда жала жапқаның деп айтқан екен дейді. Міне, сондықтан да бойында бар ма, бойында жоқ па, сенің шаруаң болмасын. Сен оны не қыл, былай айтқанда Алла Тағалаға тапсыр. Егер мінезі шатақ болатын болса, Құдайдан сұра. Алла Тағала оның мінезін жөндесін, мінезін реттесін. Я көрген кезінде оған айтуға тырыс. Егер ол сені тыңдаса, ал егер сені тыңдамады ма, ондай болса қазір уақытта және бір рет айтам, бәрі ғалым, бәрі 5-5 минут ученый, субханалла, бір кітапты оқып алады, сөйтіп не Ан-Уранды көтеріп жүреді. Енді Алла Тағала басқа бір аятында не дейді? Аллаға жасанды және жасаңды жала жапқаннан немесе келген шындыққа қарсы болушылардан залым бар ма дейді. Яғни бұл жерде де Алла Тағала адам баласына жала жабудан бізді қайтарады. Жала жабуға жақындамау керек, оған не жасамау керек. Тіліңді сақта, сол дұрыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жала жабудың ең көкесі қандай? Жала жабудың ең көкесі бұл Аллаға жала жабу және Мұхаммед пайғамбарымызға жала жабу. Қазіргі уақытта өкінішке орай сондай адамдар көбейіп бара жатыр. Әсіресе әлеуметтік желіде отырады. Аллаға тіл тигізеді. Алланың құдіретіне, Алланың хикметіне, Алланың барлығына, Алланың хақтығына, Алланың шындығына не қылады олар? Тіл тигізеді. Құдай болатын болса, неге бұлай болып жатыр? Неге олай болмайды? Немесе Құдай болатын болса, ол неге бүйтеді? Неге сөйтеді? Құдай болатын болса, неге аналар байып бара жатыр? Неге мыналар кедей болып бара жатыр? Анау мынау деген. Неге инвалидтер көбейіп жатыр? Неге анау соқыр болып туылды? Неге бүйтті? Міне Аллаға жала жабады. Алланың бұл айтқанда құдіретіне күмән келтіреді, Құдай сақтасын. Бұл ең жала жапқанның көкесі болып табылады. Екінші көкесі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтпаған жұмысын, істемеген нәрсесін пайғамбар айтты, пайғамбар істеді деп пайғамбарға жала жапқан бұл екінші дәрежеде болып табылады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисте не дейді? Ман кадзаба алейя мутааммидан фальятабауа мақадуху минан нар дейді. Кім-де-кім менің атымнан жалған сөз айтса, өзін тозақтан орын дайындай берсін деп айтқан сөзі бар. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисін білмейсің бе? Айтпа, Құдай сақтасын. Жатқа білмейсің бе? Араласпа, Құдай сақтасын. Білесің бе? Оның мағынасын сен білесің. Сен оның мүмкін сөзін білесің, бірақ оның түсініктемесі не деп келтіреді? Ол басқа әңгіме болып табылады. Демек, біріншісі ғайбат айтудан алыс болайық, құрметті жандар.
Екінші, жала жаппайық бір-бірімізге. Үшінші, не қылайық? Өсек айтудан сақ болайық. Өсек айтуда қазір дамыған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бір сахих хадисі бар. Ла ядхулул жанната наммам деді. Яғни өсек таратушы, өсек айтушы, өсекті көңіл аударушы, өсекті әдетке айналдырған адам баласы жаннатқа кірмейді деді. Құдай сақтасын. Жаннатқа кірмейді деді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз бұндай сөзді айтып отыр. Өйткені өсек бұл, Құдай сақтасын, ең жаман лас болған жұмыстардың біреуі болып табылады. Пайғамбарымыздың, сіздер білесіздер, хадисі бар. Екі қабірстанның қасынан өтіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз не деді? Расында бұларды үлкен күнәлар жасағандығы үшін азаптап жатқан жоқ деді. Бірақ бұлар не қылды деді? Бұл айтқанда бұлардың күнәлары ауыр деді дегенмен. Сонда не деді? Оның біреу өсек тасыған, екіншісі немене? Өзінің зәрін, яғни кіші дәретін, киімін кіші дәреттен сақтамаған кісі деп пайғамбарымыз не қылды? Сонда айтты, сіздер сонда білесіздер. Сонда бұтақты пайғамбарымыз не сындыратта екі бөлікке бөліп, не екеуіне тігеді қабырына. Сонда айтады, ләалла дейді, мүмкін Алла тағала бұлардың азаптарын не қылады деді? Осы бұтақ арқылы Құдай қаласа жеңілдетеді деді. Бірақ пайғамбар дұға етуге болса, Алла тағала бұларды жеңілдет деп. Бірақ пайғамбарымыз осым не қылады? Әрқашан кезде себепті көрсетіп отырады. Себепті жасап отырады. Себепсіз біздің дініміз, біздің еңбегіміз, біздің құлшылығымыз не қылмайды? Ол ешқашан ол болмайды. Әрбір нәрсеге себеп болу керек. Сондықтан да құрметті жамағат, мына үшіншісі өсек айтудан біздер сақ болайық. Құдай сақтасын. Өсектен не? Аулақ болып жүрейік. Енді мына халқымыздың айтқан сөзі бар. Естіге өсек не керек дейді? Өсекші жоқта өкпелесе де жоқ дейді. Қылыш тәнді жаралайды, өсек не дейді? Өсек жаралайды дейді. Неге? Өйткені бұл өсектен біздер сақ болайық, құрметті жамағат. Қазір уақытта көп өсекке беріледі. Ол ондай нәрселерден біздер сақ болайық. Төртінші, өтірік айту. Өтірік айту. Сіздер білесіздер, біздің ислам дінінде өтірік айтуға болмайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадистері, Алла тағаланың аяттары бізді бұйрық береді өтірік айтпаудыққа және шыншылдыққа. Өтірік деген болған жағдай турасында дұрыс хабар жеткізбеу, не оқығаны кері мағынада айту деген мағынаны білдіретеді. Алла тағала Тауба сүресінің 119 сүресінде не дейді? Я айюхалладина амануттақуллаха ва куну мa'ас-садиқин дейді. О иман келтіргенден Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Міне, общение круг сенде қандай? Егер ол дұрыс адамдар болса, өсек айтпайтын, ғайбаттамайтын, біреудің ақысын жемейтін, біреуге зиян бермейтін, тілі мен біреудерді жамандамайтын круг болатын болса, иншалла, ондай болса сенің де тілің реттеледі, сенің де ақылың нұрланады, сенің де жүрегің не қылады? Жылы болады. Ал егер Құдай сақтасын, жиналып алып, біреудерді өсектесе, біреудерді ғайбаттаса, біреудердің ақысын жесе, бір жамандыққа бастарын қосса, ондай болса сен де дәл сондай болып кетесің. Сенің ақылың да солай болады, ой пікірің де, айтқан сөзің де солай болады. Неге? Өйткені сенің круг общение, сенде о солай болып тұр. Сондықтан да біздің дініміз төртінші неге айтады? Өтірік айтпаудыққа бұйрық береді. Пайғамбарымыз саллаллаху басқа бір хадисте не дейді? Мұнафиқтың 3 белгісі бар дейді. Соның біреуі не дейді? Ида хаддаса казаба дейді. Егер сөйлесе өтірік сөйлейді дейді. Құдай сақтасын. Сондықтан да біз өтіріктен әрқашан кезде аулақ болуымыз керек, иншалла. Енді ең соңғысы, әрине енді бұл жерде өте көп сөздер бар. Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі бар. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық деген сөзі бар. Мысалы дек, неге? Өйткені ол да адамды бұл айтқанда өтірік айтпаудыққа шақырады. Әсіресе қандай жағдай болмасын, Құдай сақтасын, ең бірінші біз Алла мен өтірікші болмауымыз керек. Аллаға өтірік айтпайық. Аллаға, Құдай сақтасын, аны біреулер ойлайды ғой, мен қумын, мен басым мықты істейді. Ол Алла тағала сенден өткен қу. Алла тағала саған ой келместен бұрын Алла тағала сенің ойыңды біледі. Сондықтан Алла мен ойнама. Алла тағалаға өтірік айтпа. Өтірік нәрселерді Аллаға жаппа. Пайғамбарымыздың хадистері бар, басқа хадистері. Ал енді бесінші ең соңғы нәрсе, әрине бүгінгі тақырыбымызда бұл көп сөйлемеу. Тілдің кесепаттардың біреуі, кейбіреуде бар, сөйлей береді. Құдай сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде не дейді? Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайран ау лиясмут дейді.
Кім Аллаға және қиямет күніне сенетін болса, ол не қылсын дейді, жақсы сөз айтсын дейді. Немесе тып тыныш отырсын дейді. Өзі үшін не болады дейді, жақсы болады дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп сөйлеген кісіні ұнатпайтын болған, жақтырмайтын болған. Сондықтан да адам көп сөйлемеу керек. Көп сөйлейтін болса, аузынан шығай береді. Ол Құдай сақтасын, не қоқым да шығады, басқа бір нәрсе де шығып кетеді. Сондықтан да біздер міне осындай айтқан кезде, сөз сөйлеген кезде, бұл айтқанда көп сөйлегенше, бұл айтқанда не қыл? Зікір ет, пікір ет, шүкір ет. Сондықтан да біз осы нәрселерге үйренуге тырысу керек. Абу Дарда деген бір сахабаның айтқан сөзі бар, сөйлеуді үйренген сияқты үндемеуді де үйреніңдер деді. Өйткені үндемеу үлкен ақылдылық деген. Сөйлегеннен гөрі тыңдауға тырыс деп насихат берген екен. Асан Қайға атамыз таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады деген екен. Міне сондықтан да құрметті жамағат, біздер көп сөйлемейік, керісінше көп тыңдайық. Егер сөйлейтін болсақ, нақты, тиянақты дәлелмен, мысалмен келтіретін болсақ, иншалла нұрдың үстіне нұр болады. Сондықтан да бүгінгі міне осы уағызымыз 5 нәрсеге көңіл аударайық. Ең бірінші ғайбат айту, екінші не жала жабу, үшінші өсек айту, төртінші өтірік айту, бесінші не көп сөйлеу. Осы нәрселерден біздер сақ болайық. Алла елімізге бірлік, халқымызға татулық берсін, отанымызға тыныштық берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.